Сәлем достар, бүгін мен көп адамның сұранысы бойынша ағылшын тілін үйренудің ең тиімді тәсілдерін айтатын боламын. Яғни әрине, мен ағылшын тілін үйреніп жүргеніме, жалпы үйренуді бастағаныма 2019-да бастадым, походу. Солай мен үйренуді бастадым негізі. Бұлай ағылшын тілін тез үйрену және де 1 жылдың ішінде үйреніп, 2 жылдың ішінде үйреніп шығудың жолдарын айтатын боламын. So let's go start our lesson. First one, here's Goro, it means grammar. Біріншісі бізде грамматика. Ағылшын тілінде біз ең маңызды грамматикаларды білуіміз керек. Яғни, менің YouTube каналымда ең басты грамматикаларды мен айтып кеткенмін. Ары қарай соларды түсіндіретін боламын. Яғни, біз ең бірінші, ең басты грамматиканы білуіміз керек. Яғни, сода бізде сол ең басты грамматикаларда білу және де сол арқылы біз ары қарай ағылшын алып кетеміз. Яғни екіншісі бізде сөздік. Яғни біз сөздік білмесек, ағылшын тілінен киноны түсінбейтін боламыз. Ағылшын тілдері кез келген сөзді түсінбейтін боламыз. Яғни екіншісі бізде сөздік екен. Яғни сөздік қорымыз кемінде 150-200 сөзді құрау керек. Яғни біз кез келген сөзді алып жаттай бермеуіміз керек. Ең керек сөздерді жаттауымыз керек екен. Ағылшын тілінде ең керек сөздер, мысалға go, мысалға бару, или болмаса tell, айту, айтты деген сияқты сөздерді біз білуіміз керек. Сол арқылы біз киноны да түсінеміз, ағылшын тілінде сөздерді түсінеміз. Мысалға, кино көріп жатсақ, біз ағылшын тілін 99% түсініп тұрады екенбіз. Үшіншісі бізде ең қызығы, яғни сөйлеу. Яғни біз сөйлеуіміз керек. Ағылшын тілінен сөйлеуіміз керек. Өйткені кішкентай балдар сөйлейді. Сол арқылы грамматика құрастырады, сөздік құрастырады. Сол бізде сөйлеу. Мысалға, ағылшын тілінде кез келген бір әңгіме қылып, бүйтіп сөйлеп, сондай қылып сөйлеу керек. Или болмаса әлеуметтік желіден ағылшын азаматын тауып алып, ағылшынша, кім біледі ағылшынша, сонымен сөйлесу керек. Яғни, ағылшын тіліне бигинер болсаңыз, мысалға, осы грамматика, сөздік, сөйлеуді үйрену керек. Сөйлеуден кейін кино көру керек. Бізде төртіншісі кино. Кино, или болмаса мультфильм бізде өте қатты ағылшын тілінің дамуына әсер ететін нәрсе. Яғни кез келген біз киноны көруімізге болады, мультфильмді көруімізге болады. Тек ағылшын тілінде ғана көруіміз керек. Яғни күніне 1 сағат ағылшынша кино или мультфильм көруіміз керек. Кемінде 2 сағат, сол бізде кино көруіміз керек. Яғни кино көру өте қызықты. Яғни ағылшын тіліне кино көру өте қызықты. Сол кезде сіз кинодағы сөздерді өзіңіз бұлай есіңізге түсіретін боласыз. Мына сөзді жаттадым ғой деп, кинодағы сөздер арқылы. Кейбір сөздер бейтаныс болуы мүмкін, оларды жазып ала саласыз деген сияқты. Сол кино көру. Ары қарай сіз ағылшын тілін бұлайнан алып кетесіз. Яғни сіз шетелге шығатын болсаңыз, ағылшынша сөйлеп тұрасыз. Яғни
мысалға шетелге қыдырған кезде ағылшын тілін сөйлеп өзіңізді, яғни ағылшын тіліңізден хабардар боласыз. Ағылшын тілінің осы жағынан пайдасы көп. Және де жұмыста ағылшын тілінен ары қарай сіз ағылшын тілін алып кетсеңіз, ағылшын тіліндегі экзамендер тапсыратын боласыз. Ағылшын тілін экзамендер тапсырып, яғни жұмысыңызға бір пайдалы болуы мүмкін осы ағылшын тілі. Өйткені қазіргі кезде ағылшын тілін үшінші тіл ретінде міндетті етіп жатыр десек те болады. Осымен сабағымыз бітті. Осы сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Бәріңізге сау бол деп айтқым келіп тұр. Бай-бай.